Пластик құтыға ор қазған кім? Назар аударыңыздар. Нөмірі 1-ші жауымыз. Сіздер осы қарапайым заттың жер бетіне ғаламдық апат тудыруы мүмкін екенін естімедіңіздер ме? Пластик құты туралы бәрін біліп, осы құбыжықты еркіндікке шығарған кім екенін анықтайтын уақыт келген сияқты. Әжемізден де жас. Сіздер мақаламыздың кейіпкері адамзатқа кемінде 100 жыл қызмет етіп келе жатыр деп ойлайтын шығарсыздар. Алайда, шын мәнінде ол 50-ге де толмаған. Адамзат теледидарды, лазер мен ядролық бомбаны қарапайым пластик құтыдан бұрын ойлап тапқан. Сонымен, әңгімемізді 1862 жылы Лондонда өткен үлкен халықаралық көрмеден бастайық. Дәл осы жерде ағылшын өнертапқыш Александр Паркс көпшілік назарына органикалық нитроцеллюлоза мен этил спиртін еріту арқылы алған ғажайып материалын ұсынды. Қыздырғаннан кейін оны қатырып, кез келген форманы алуға болатын еді. Ғалым жаңа материалды өзінің құрметіне паркезин деп атады. Ал заманауи ғылымда ол целлюлоид деген атаумен танымал. Бұл ғаламшарымыздағы бірінші синтетикалық пластмасса еді. Негізі құтылар бірден жасала салмады. Ғалымдар пластмассаны зерттеп, біздерге жақсы таныс целлофан, полиэтилен, полипропилен сияқты заттарды синтездей бастады. Пластмассадан бильярд шарын, ойыншықтар, сандықшалар, пакеттер, фото және видео камераның үлгілерін және де тағы басқа заттарды дайындады. Ал пластиктің ішіне бірдеңе салу туралы ойды алғаш рет 20-шы ғасырда ең көп сатылған дезодоранттардың бірі стопитті ойлап табу арқылы әлемге танылған Жюль Монтенье ұсынды. Шырындар бұрынғыша әйнек бөтелкеде сатылды. Ал 1958 жылы алюминий құты қатарға қосылды. Тек 10 жыл өткеннен кейін Дюпон химиялық компаниясының америкалық инженері Натаниэль Уайет газды сусынды пластикалық құтыға құйса, қалай болар екен деген ойға келді. Ол ойын әріптестеріне жеткізді. Ал әріптестері пластмасса көмір қышқыл газының қысымына шыдамас деген тұжырымға келді. Уайет үйіне келген соң газдалған зімбірелін тазалайтын құралдан босаған полипропилен бөтелкеге құйды да тоңазытқышқа салып қойды. Ертеңінде пластиктің ісініп, сөре ортасына қысылып қалғанын көрді. Уайет тәжірибе жасауға кірісті. Оның есіне Екінші дүниежүзілік соғыс кезінде Дюпон жұмысшыларының синтетикалық мата ойлап табу жолында полиэтилен терефталат немесе ПЭТ-тен байлама мен бау дайындағандары түсті. 1973 жылы Уайет ПЭТ бөтелкеге патент алды. Міне сондықтан да пластик құтылардың түбі тегіс емес. Уайет оны қысымды тарату үшін ойлап тапқан. Егер осы ойық жапырақшалар болмағанда, қысым құтының түбін үлкен шоғыр қылып үрлеп, ол бір орында тұра алмас еді. Пластик тор. ПЭТ құтылардың әйнек құтылардан басымдығы бірден байқалды. Әйнектен 10 есе жеңіл, соққыға төзімді. Бастысы өндірісте әлдеқайда арзан екендігі түрлі сусын шығаратындарды бірден өзіне баурап алды. 1978 жылдың өзінде ақ Coca-Cola мен Pepsi өнімдерін жаңа қаптамамен ұсынды. 90-шы жылдары жаппай құтыдағы суды ішуге байланысты жарнамалық дүрбелең орын алды. Өндірушілер тіпті құбырдан ағып тұрған су денсаулыққа зиянды болуы мүмкін екенін алға тартты. Әйнектегі қарапайым суды көп мөлшерде сатып алу мүмкін болар ма еді? Алайда қолайлы және жеңіл ПЭТ бөтелке аталмыш бизнесті жаңа деңгейге көтерді. The Wall Street Journal мәліметтеріне сәйкес, 1994 және 2017 жылдар аралығында ақш-та құмырадағы суды сату 284%-ға көтерілген. Мәселе мынада. Орташа есеппен сатып алынған сәттен бастап, пластик құты шамамен 20 минут тіршілік етеді. Артынша қоқысқа аттанады. Әрине жолға тасталмай солай болғаны жақсы. Экологтардың дабыл қағып жатқандарына таңданатын ештеңе жоқ. Өйткені нәтижесінде миллион тонна қоқыс мұхитқа тап болып, ол жақта үйіліп қалады. Қоқыс аралдары туралы естіп пе едіңіздер? Тынық мұхитында осындай ескі пластик құтылардан тұратын тұтас жиынтық бар. Оның ауданы 1,6 миллион шаршы шақырымды құрайды. Яғни Францияның ауданынан 3 есе үлкен. Әрі мұндай аралдар жеткілікті. Уайет не істеді? Ол өзінің өнертабысы қаншалықты қауіпті екенін ойламады ма? Ойлағанда қандай? Ол тура сол себепті құты үшін осындай бірегей материалдарды таңдады. Полиэтилен терефталатты 100% өңдеп, қайта өндіріске жіберуге болады. Алайда пластик құты дүкен сөрелеріне түскен уақытта, тіпті озық елдердің өзінде пластик қоқыстың мұншалықты көп көлемімен күресуге қауқарлы зауыттар болған жоқ. Нәтижесінде заманауи адамдарға пластик құтыдағы сусынды сатып алудың өзі қолайсыз. Себебі экологияның қамын ойлау керек қой. Осыған қарамастан, ПЭТ ғаламшарымыздағы ең экологиялық материалдардың бірі. Рас, пластиктің ыдырауына бірнеше жүздеген жылдар қажет. Алайда әйнек мүлде ыдырамайды. Әйнек бөтелке мен алюминий құты шығаруға анағұрлым көп энергия кетеді. Әрі қалдығы да көп. Соның ішінде көмір қышқыл газы тым көп бөлінеді. Қысқасы, пластик бөтелкені сатып алудан қорықпаңыздар. Дұрысы пайдаланып болғаннан кейін не істеу керектігін ойланыңыз. Ең кереметі, полиэтилен терефталат кез келген дүниеге айнала алады. Өңделген құтыдан түскі ас салатын контейнер, басы домалақ қалам, ыңғайлы үстел, балалар алаңын, жол төсемін және тіпті киім жасауға болады. Дәл солай, флис деп аталатын материал бар. Оны ұсақ талшықтарға бөлінген пластиктен дайындайды. Флис толстовка жасау үшін небәрі газды сусыннан босаған 25 құты жеткілікті. Экологиялық зардабы үшін пластикті кінәлаудың орнына жай ғана құтыңызды өңдеуге беріңіз. Сонда ол ешқандай дельфиннің көмейіне тұрып қалмайды. Видеоға лайк басып, комментарий жазып, каналға тіркелуді ұмытпа.